Құрметті тыңдармандар, аудармаш арнасына қош келдіңіздер. Сіздердің назарларыңызға үздік таңдамалы аудармалар ұсынылады. Әңгімелер ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, арнаны қолдап жіберуіңізді сұраймыз. Өгей шеше 18 бөлім. 3 ер адам қараңғы бөлмеде жатыр. Олардың бірі әлі балаң жігіт. Темір кереуетінде біраз аунақшып, бірден жеткіншектерге тән терең ұйқыға кетті. Гришаның ерте тұруы керек болғандықтан, ол әрдайым ұйқысығанбай жүретін. Оған ерексектердің мұң-зары қызық емес. Антонина тәтенің күйеуі үйге келгенде, бала сәл қобалжып қалды. Өйткені Гриша тәтесінің отбасын өз туыстарынан да жақын санайтын. Енді олармен бірге кімнің тұратыны белгісіз еді. Алайда Иван ағаның қазір еденде ұйықтап жатқанын көріп, Гришаның көңілі орнына түсті. Демек, ол жақсы адам. Гриша бірден ұйықтап кеткенімен, ересек ер адамдардың көзіне ұйқы ілінбеді. Иван еденде жатып, өзінің қазір мүлде қаламайтын жерде жатқанын сезді. Ол мұнда болғысы келмеді. Мұнда да, қабырғаның арғы жағында әйелі мен балалары жатқан жерде де болғысы келмеді. Оның жүрегі басқа жерге ұмтылды, өзін қабылдамайтын жерге. Андрей төсегінде жатып, бүгін кешке бірдеңе дұрыс болмағанын түсініп ұйықтай алмады. Антонинаның күйеуі оралды. Бұл бақыт еді. Осы бақыттан бас айналып, күйеуін қайдан отырғызарын, қалай дәмді тамақтандырарын білмей дал болған Тоня, ең бастысы, соғыстан оралған сарбаздың суықтығы мен салқындығын байқамады. Андрейдің Иванға қоятын үлкен сұрағы бар еді. Жеңістен кейінгі айларда бұл сарбаз қайда жүрді? Тоня да бұл туралы сұраған еді, бірақ күйеуі оған асығыс, жауап бергісі келмей госпиталь, оңалту туралы бірдеңелерді айта салды. Бірақ қай госпитальде бірнеше ай жатқызады. Антонинаға қарағанда Андрейдің бұл жауапқа көңілі толмады. Оған Иванның қазір осында, өзінің бөлмесінде болғаны да ұнамады. Олар ұзақ уақыт үнсіз жатты. Гришаның тегіс қорылын тыңдап, бір-бірінің ұйықтай алмай жатқанын түсінді. Әйеліңмен қалмадың ба? Сағынбадың ба? Лиза мен Степканы осында алып кетер едім, деп сыбырлады Андрей. Иван қараңғылықта қабағын түйіп мырс етті де, сұраққа сұрақпен жауап берді. Ал сен Тоняға қалай қарайсың? Бүгін әлгі ашушаң көршілерің екеуінің араларында достықтан да артық нәрсе бар екен меңдеп қалды. Не деп тұрсың өзің? Деп Андрей темір кереуетінің торын сықырлатты. Антонина туралы ондай ойлауға дәтің бармасын. Бізді онымен басымызға түскен қиыншылықтар жақындастырды. Ол не? Ұнамай ма сонда? Әу, менің Тоням ұнамай ма дейм саған? Андрей сұрақтағы араңдатушылықты сезіп үндемей қалды. Қалай жауап бересің? Жалпы бұл Иванның мақсаты не? Ол өзі бір түрлі адам екен. Неге ұнамасын? Адам ретінде өте ұнайды. Міне, мен де сол туралы айтам. Тек адам ретінде ғана. Әйел ретінде ұнауы мүмкін бе? Ол өзі еркек сияқты ғой. Онымен жер жыртуға болады. Ей, сен өзі, сен... Айтсаңшы, мен кіммін? Деп Иван шынтақтап жоғары көтерілді. Дәл сол сәтте Ваня Андрейдің оны балағаттағанын қалап тұрды. Төбелесіп, қазіргі жағдайға көңілі толмауын сыртқа шығарғысы келді. Бірақ бір қолда адаммен қалай төбелесесің? Тоняға осылай қарайтын болсаң, неге үйлендің сонда? Үйлендім де қойдым. Сенің шаруаң емес. Жалпы мен оған жаман қарайды деп қайдан шығардың? Мен бәрін естідім. Тоня жақсы. Ол Лиза үшін араша түскен. Бірақ шынын айтқанда, бәрі рас педі. Қазір кімнен сұрауға болады оны? Марқұм Матвей Григорьевичтен бе? Қызыңнан сұра, ұлыңнан сұра. Олар сол жерде болды. Мен түсінбедім. Сен бірдеңеден күмәнданып отырсың ба? Білмеймін. Иван ауыр күрсініп, тіпті қайғырғандай болды. Бірдеңе сәйкес келмей тұр. Тоня қарапайым әйел ғой, ол менің Лизамды жек көретін. Мен мұны әрдайым көрдім, бірақ ең бастысы қыз киіндірілген,
тамақтандырылған деп ойлайтынмын. Қарай көр, мен кеткеннен кейін Антонинаның тез өзгеруін. Сен оны батпаққа батып бара жатқанда кездестірдім дейсің. Ал оған дейінгінің бәрін тек оның әңгімелерінен ғана білесің. Сен неге меңзеп тұрсың? Тони өтірік айтады дегің келіп тұр ма? Өтірік емес. Былайша айтқанда, асыра сілтеп тұрған сияқты. Фашист Лизаға қалай көз сала алады? Мен кеткенде ол әлі бала еді ғой. Бірдеңе сәйкес келмейді. Тони бірдеңені ойдан қосып тұр. Одан басқа, оның Ключевкаға қайтып оралғысы келмейтіні. Мен жерде өстім. Менің орным егістіктерде, ал мұнда бәрі бөтен. Мүмкін, отбасыңда саған бөтен шығар, деді Андрей ширыққан дауыспен. Отбасым бөтен емес. Сен бұрмалама. Мен оларды алып, үйге, ауылға оралу үшін келдім. Үйді қалпына келтіріп, сонда өмір сүреміз. Тоняға Ключевкаға баруға болмайды. Неге түсінбейсің? НКВД оның артынан қазып жатыр. Зауыт директоры мені шақырып, Антонинаға мінездеме жазды. Жақсы мінездеме жазды. Мұнда Тонины жасырады, ал онда бір саяси қызметкер оған шүйлігіпті. Ол оған тыныштық бермейді. Егер отбасың саған бөтен болмаса, балаларды анасынан айырма. Сонда қалай болғаны? НКВД Тоня жайында қазғылап жатыр ма? Қызық жағдай болды ғой. Иванға бұл ұнамады. Ол Тоняға балалары үшін, және Аня солай шешкендіктен оралған еді. Оралды. Өзінің үйінде, өзінің ауылында тыныш та бейбіт өмір сүргісі келді. Ал мұнда мынадай жағдайлар. Ваня күмәндана бастады. Антонина үшін, өзі танымайтын әйел үшін азап шегудің қажеті бар ма? Соғысқа дейін онымен бірнеше жыл тұрса да, оны танып білуге тырыспаған. Ол оған қызық емес еді. Және ол қазір айтылып жатқандай адам бекен. Иван Антонинаның бір қолды көршісінің келіспей тұрған тынысын естей отырып, ұйықтауға тырысты. Ол бұл адаммен сөйлесудің түкке тұрғысыз екенін түсінді. Андрей Тонины соңына дейін қорғайды. Себебі ол бұл әйелге шын жүрегімен сенеді. Ал Иван сене ме? Ұйықтап бара жатып, ол Лизамен сөйлесуге бел буды. Лиза ересек қыз ғой. Ол өзінің туған әкесі екенін, ал Тонinin жай ғана өгей шешесі екенін түсінуі керек. Түсініп қана қоймай, шынын айтуы тиіс. Таңертең Тоня зауытқа кетті, ал Андрей үйде қалды. Оларда ауысым болғандықтан, енді балаларға бір қолды ер адам қарауы керек еді. Оларға тамақ әзірлеп, сабақтарын орындағанын қадағалауы тиіс. Бірақ Андрейге иесі келгеннен кейін Тонinin бөлмесіне кіру ыңғайсыз болды. Және ол Иванның түнде айтқан барлық бос сөздерін ақмақтықтан айтқанына, шын мәнінде олай ойламайтынына қатты сенгісі келді. Иван, Лиза мен Степка сабақта болғанда не істерін білмеді. Бөлмеде жалғыз отырғысы да келмеді. Жатақханадан шығып темекі шекті. Ас үйде шеккісі келмеді. Ол жерде ащы тілді көршісін кездестіріп қалуы мүмкін. Ал Иван онымен кездесуге құлықты емес еді. Ол жатақхананың баспалдағына отырып, темекі сауытын шығарды да, ызалана түкіріп жібере жаздады. Көше бойымен жатақхана есігіне қарай өзі көргісі келмеген Зоя асығып келе жатты. Ер адам, егер көршісі өзімен сөйлесуге тырысса, оны алысқа балағаттап жіберемін деп шешті. Мұндайлармен әдеп сақтаудың қажеті жоқ. Зоя асығыс келе жатты. Қара көйлек киіп, қара орамал тартқан әйел қарғаға ұқсайтын. Қазір ұшып келіп, жағымсыз бірдеңе қарқылдайтындай сияқты. Ол жақындап қалғанда қайдан шыққаны белгісіз бір адам оны тоқтатты. Көзге түспейтін, костюм галстук киген адам. Ол Зояның шынтағынан ұстап, сыбырлап бірдеңе сұрады. Әйел белсенді түрде басын изеді. Алғашында олар сөйлесіп тұрды. Содан кейін Иванға жиі қарай бастады. Ер адамға тіпті Зоя оған қолымен көрсеткендей болды. Ваня өзін біртүрлі сезініп, темекісінің қалдығын басып тастап, жатақхана ғимаратына кіріп кетті. Бөлмесіне жеткенімен есікті жабуға үлгермеді. Жалтыраған майлы шашын жанына тараған, әлгі ер адам қораптан шыққан жын сияқты Ваняның алдынан пайда болды. Табалдырықта тұрып, жымиды. Тек ернімен жымиды.
Көздері суық қалпында қалып, жанарымен тесіп қарады. Иван Васильевич Свиридовсыз ба? Сәлеметсіз бе? Шақырылмаған қонақ бақадай суық, дымқыл алақанын созды. Мен Красный Октябрь зауытында жұмыс істеймін. Әйеліңіз де сол жерде істейді. Сізбен Антонина туралы сөйлескім келген. Әрине, әйеліңіз бен балаларыңызға енді ғана оралғаныңызды білемін. Айтпақшы, неге сонша кідірдіңіз? Красный Октябрь зауытының асабисті бөлмеге дыбыссыз басып кіріп, артынан есікті жапты. Ал Иванның арқасынан суық жел үргендей болды. Демек, бір қолды көршісі өтірік айтпаған екен. Тоняның артынан шынымен қазып жатыр. Және бөлмеге кірген адам өте байсалды. Мұндай адаммен әзілдеспеген жөн. Иванға үйге оралуының кідіру себебі туралы сұрақ ұнамады. Оған жауап бергісі келмеді. Сондықтан ол бірден Тоня туралы айта бастады. Антонинаға қатысты қандай сұрағыңыз бар? Оған қатысты күдігіңіз бар ма? Неге бірден олай дейсіз? Антонина Свиридова тамаша жұмысшы. Зауытта өзін тек жақсы жағынан көрсетті. Менің ешқандай күдігім жоқ. Бірақ туған ауылыңыздан келген саяси қызметкер әйеліңізге қатысты егжей-тегжейлі баяндама жіберіпті. Айтыңызшы, оның немістерге жұмыс істеген әкесімен ымыралас болуы мүмкін деп ойлайсыз ба? Ымыраластық деген не? Қандай ымыраластық? Әкесі болғансын ол әкесі ғой. Тони онымен соғысқа дейін қалыпты қарым-қатынаста болды. Бірақ ол Ключевкада қалды ғой, ал Тони мұнда. Аха, яғни, сіз әкесінің Антонинаға ықпалы етіп, оның ықпалымен фашистерге стратегиялық маңызды мәліметтерді берген болуы мүмкін деп ойлайсыз ба? Әдейі? Жоқ, екталай. Жоқ, мен олай ойламаймын. Иван мүлде абыржып қалды. Сұр костюм киген адам жанарымен тесіле қарап, қысым көрсетіп өте қауіпті сұрақтар қойды. Оның сөзінен Тоня фашистердің сыбайласы болып шығуы мүмкін екен. Асабист соңында фашистік сыбайлас деп осы сөздерді айтты да, қазір маған айтқандарыңызды құжат жүзінде тіркеу үшін сізді өзіме шақыруға мәжбүрмін, деді. Мен сондай не айттым? Мен ештеңе білмеймін дедім ғой. Тонямен байланысым соғыстың басында үзілген. Ол сіз айтқандай фашистік сыбайлас деп ойламаймын. Жоқ, олай ойламаймын. Бірақ оның әкесінің ықпалына түсуі мүмкін екен мойындайсыз ғой. Сіз жаңа ғана олардың қарым-қатынасы жақсы болды дедіңіз ғой. Кәдімгідей қарым-қатынас болды. Әкесі мен қыздың арасындағыдай қарапайым қарым-қатынас. Мен білмеймін, онша мән бермедім. Арнайы қызметкер жатақханадан өте риза болып кетті. Босқа келген жоқ, тіпті уақытылы келді. Егер Свиридованың күйеуіне қысым жасаса, ол қажетті құжаттарға қол қоятыны көрініп-ақ тұр. Свиридованың әкесімен жақын болғанының өзі оған қарсы ойнауы мүмкін. Бірақ асабисті Свиридованың күйеуімен сөйлесуі ғана емес. Зауыт жатақханасының ең алғаш кездестірген көршісі Антонина жайында көп қызықты нәрселерді айтып бергені де қуантты. Одан Свиридованы күдікті адамдармен көрдіңіз бе деп сұраған кезде, көршісі бірден Тоняны қыста базарда өте күдікті ер адаммен көргенін есіне түсірді. Олар бірдеңе туралы сыбырласып тұрды. Содан кейін дүңгіршектің артына кетіп қалды. Бұл бір жіп еді. Жіп қана емес. Свиридованы басынан аяғына дейін орай алатын тұтас бір арқан болатын. Оның үстіне, көршісі қуана келіп барлық қағаздарға қол қоятыны мәлімдеді. Ол Антонинаның жасырын жау екеніне баяғыдан күдіктеніп жүр екен. Сұр костюм киген адам кеткен соң, Иван өзін кенеттен арамза сезінді. Ол не істеді қазір? Өз әйелін батырды ма? Ол шынымен де Тоня фашистерге көмектесті дегенге сене ме? Жоқ, әрине, сенбейді. Дегенмен Иван ойындағысын айтты. Одан сұрады, ол шынын айтты. Ол әдейі Тоняға жамандық тілеп, одан құтылғысы келіп ештеңе істеген жоқ. Онда неге қазір аузын суық бұлақ суымен шайғысы келіп тұр? Тоняны зауыттың дәл қасынан ұстады. Оған ауысымын аяқтауға мүмкіндік беріп, кейін әйелге жақындады. Екі жақтан байқатпай, азаматтық киімдегі екі адам келіп, сыпайы ғана өздерімен бірге жүруін сұрады. Қара көлікке отырып, терезенің темір торына қараған Тоня бәрін бірден түсінді.
Ол Ключевкадағы Иван Ивановичті елемеп еді. Ах, қатты қателесіпті. Қорыққан Федордың сөздеріне де құлақ салмаған еді. Федор қарапайым адам, бірдеңені дұрыс түсінбеген шығар, деп ойлады Антонина сол кезде. Ол күлкілі көрінген нәрсеге бас қатырғысы да келмеді. Қалайша ол фашистердің сыбайласы болсын. Расында біреу солай ойлауы мүмкін бе? Оның өмірі алақандағыдай ашық қой. Сөйтсе біреулер солай ойлауы мүмкін екен. Антонина қара көлікке мініп, ауысымы аяқталған соң бірден кетіп қалды. Шаршаған, аяқтары зырқыраған әйел камераға түсті. Тас қабырғалы, ағаш орындықтары бар, қараңғы да сызды камераға. Тоняның артынан терезесі бітеу ауыр есік жабылып, ол қараңғылықпен бетпе-бет қалды. Дәл бұрышта төбеге жақын кішкентай шам жанып тұрды. Бірақ жанып тұрды дегеніміз артық еді. Ол өте бәсең жыпылықтап тұрғаннан, Тоня ағаш орындықты әрең ажыратты. Ол қабырғаға бекітілген екен. Кішкентай камерада тоңып қалардай суық еді. Бұл суық ішке дендеп еніп, тынысын тарылтып, жүрегін мұзды құрсаумен қысып, жақындап келе жатқан бәлені сездірді. Камераға түсіп, жағдайының ауырлығын түсінген сәтте ғана Тоня таңғалмағанын білді. Оның бүкіл өмірі сәтсіздіктер мен бақытсыздықтардың тізбегі еді. Тоняны әке-шешесі қартайғанда көмекші болсын деп туған. Оны ешқашан ерекше жақсы көрмеген де. Ал Кулак әкесінің кесірінен қыздың құрбы құрдастары да болмаған еді. Тоня бала кезінен бастап өзінің бақытсыз екенін түсінді. Бақыт, ол онымен еш қатысы жоқ ұғым. Құдай оны сұлулықтан кенде қалдырған. Картоп мұрынды, жіңішке ерінді. Жігіттер Тоняға көз салмайтын. Ал Иван күтпеген жерден үйленуге ұсыныс жасағанда қыз қуанып кетті. Міне, бақыт деген осы шығар, ештен кеш жақсы, деп ойлады сонда қыз. Ол кезде Иванның оны сүймейтіні маңызды емес еді. Мұны сезді, түсінді, бірақ өз махаббатымен күйеуінің жүрегін жібітемін деп ойлады. Ол онымен өмір сүрді, онымен тыныстады, бірақ Ваня ешқашан сүймеді. Тек қабылдады, одан артық емес. Тоняға сол да жеткілікті еді. Ол өзінің кішкентай бақытын баптап, аялап өмір сүрді. Қарғы сатқан соғыс бәрін күйретті. Жасырынып күйеуін күтуге болар еді, бірақ кенет сүйкімсіз өгей қызы туған баласындай болып кетті. Тоня оны фашистің қолына беруге дайын емес екенін, берсе кейін мұнымен өмір сүре алмайтынын түсінді. Тағы да бақытсыздық, тағы да күрес. Орманның суығы, аштық, азапталып өлтірілген Матрена. Тоня оның жаны тыныштық табу үшін әрдайым дұға етіп жүрді. Содан кейін батпақ, өзімен қоштасқан сәт. Бір қызығы, өзі үшін мүлдем қорыққан жоқ. Тоня бәрін түсінді. Міне қазір бәрі бітеді. Бірақ тек балалар үшін қорықты. Екі баласы үшін бірдей, өзінің балапандары Лиза мен Степкасы үшін. Зауыттағы жұмысты қиындық деп қабылдауға болмайды. Физикалық тұрғыдан ауыр болса да, Тоня колхозда жұмыс істегендіктен еңбектен қорыққан жоқ. Жеңіс үлкен бақыт болды, бірақ толыққанды емес. Иванды күту керек еді. Міне ол да оралды. Суық, бейжай болса да, ол өз туған күйеуі ғой. Олар тіпті бірге түнеп те үлгермеді. Ал Тоня сүйіктісінің денесін құшақтап, оның жылуымен жылынғысы келді. Ол Ваняның жібейтініне сенді, өйткені ең бастысы, олар енді бәрі бірге ғой. Бірақ шамасы, бақыт Антонинаға арналмаған сияқты. Іші салқындап жатқанын сезген әйел ақырын ағаш орындыққа жетті. Түңілген кейіппен отыра кетіп, басын алақанымен қысты. Бұрын емес, қазір болғаны жақсы болды. Лиза мен Степка енді жалғыз емес. Оларға туған әкесі оралды. Ол балаларға қамқор болады. Мүмкін бұл жерден шығуға әлі де мүмкіндік те бар шығар. Кеңес үкіметі бәрін анықтап, әділдікті қалпына келтіруі керек. Әкемнің полицайға кеткенінен басқа маған тағатын кінә жоқ. Ал балалар ата-анасы үшін жауап бермейді деген қайда? Тоня суықтан дірілдеп қозғалмай отырды. Ұзақ уақыт бойы, мүмкін бірнеше сағат бойы қалтырап, бір қалыпта отырды. Орындықтан құлап қала жаздап, шайқалып кеткенде барып, ұйықтап бара жатқанын түсінді. Моральдік тұрғыдан қаншалықты қиын болса да,
12 сағаттық жұмыс ауысымнан кейін ағзасы демалуды, ұйқыны талап етті. Орындық қысқа болғандықтан жатып ұйықтау мүмкін емес еді. Әйелге тізесін қолымен құшақтап, орындыққа жантаюына тура келді. Ол қалай терең ұйқыға кетіп қалғанын байқамады. Сол ұйқысында тағы да батпаққа батып бара жатты. Батпақ балшықтан емес, адам қолдарынан еді. Қолдар оны ұстап алып, тартқылап, батпақтың түбіне қарай тартып жатты. Ал үстінен бірнеше жұп таныс көздер қарап тұрды. Олар жанашырлықпен қарап, көмектескісі келді. Бірақ Тоня олардың ештеңе істей алмайтынын білді. Бұл туған адамдар Степка, Лиза және Иван. Иванның жүзі үнемі бұлыңғырланып, ара-тұра Андрейдің жүзіне айналып кетіп жатты. Ал Тоня тереңдей түсіп, одан әрі батып бара жатты. Таңертең Антонина ауыр есік сықырлап ашылғанда бірден селк етті. «Свиридова, сыртқа!» деген ресми қатаң дауыс естілді. Сырт келбеті қарапайым көрінетін, қолында қаруы бар жас сарбаз Антонинаны дәліздермен алып жүрді. Тар, ұзын дәліздер, терезесіз, сары түсті әлсіз шамдармен жарықтандырылған болатын. Мұнда тек есіктер ғана. Терезелері бар, ауыр. Дәл Антонина шыққан есік сияқты көптеген есіктер. Оны баспалдаққа апарғанда бұл жертөле екенін түсінді. Тоняны кабинетке кіргізгенде ол ең бірінші терезеге қарады. Даланың қандай жарық екеніне таңданып, содан кейін ғана үстел басында отырған ер адамға көз салды. Өте келбетті, өткір жанарлы ер адам екен. Болат түстес көздері қатаң қарап, тура тесіп өтетіндей болғанымен, ер адамның дауысы дұшпандық танытпады. «Мемлекеттік қауіпсіздік майоры Чеботарев», деп таныстырды ол өзін. «Отырыңыз, азаматша Свиридова». «Неге азаматша, жолдас емес?» деп ойлады Тоня. «Құдайым-ау, қандай айырмашылығы бар? Неге басыма осындай ақылсыз ойлар келеді?» Антонина әкесі туралы сөйлеуге дайындалды. Онымен 42 жылдан бері кездеспегенін айтқысы келді. Бірақ неге екені белгісіз, майор Чеботарев Матвей Григорьевич туралы мүлдем сұраған жоқ. «Азаматша Свиридова, қалалық базарға қаншалықты жиі баратыныңызды айтыңызшы?» Тоня бұл сұрақтан абдырап қалды. Қалалық базарға деген нес? Оның ол жерде не шаруасы бар? Ол жерде тек алаяқтар ғой. Бірден үгінді қосылғаннан есіне түсті. «Мен базарға бармаймын», деді де бірден қателік жасағанын түсінді. Майор оны өтірік айтып тұрған жерінен ұстап алғандай қуанып кетті. «Ал менде сіздің базарда болғаныңыз туралы айғақтар бар. Оның үстіне сіз сол жерде күдікті ер адаммен кездесіп, дүңгіршектің артында оңаша қалғансыз». «Анау ма? Иә, мен нан сатып алған едім ғой. Сол кісі мені алдап кетті. Ал мен оған 1 айлық жалақымды толығымен...» «Неге кеңес үкіметінің әйелі нан алу үшін алып сатарларға барды? Неліктен зауыттан алған карточкаларыңызды пайдаланбадыңыз?» «Карточкаларды ұрлап кетті ғой. Қызымды пышақтап, одан ұрлап кетті». Тоня шатасы байланыссыз сөйлей бастады. Және майордың оған сенбейтінін сезді. Өтіріктен бастамау керек еді. Тек абыржып ойланбастан айтып қалған еді. Майор Чеботарев алдында отырған әйелге мұқият қарады. Ол қатты қобалжып, өтірігі әшкере болғанда қызарып кетті. Оның ірі, еркектердікіндей дерлік жұмысшы қолдары белдемшесінен түсіп тұрған сұр жейдесінің шетін ұстап умаждады. Қарапайым орыс әйелі, еш қызығы жоқ. Сырттай қарапайым көрінгенімен, майор Чеботарев осындай қарапайым көрінген қаншама жауды көрді десеңші. Полицайлар мен старшындар неміс билігіне көмектескендер жеңістен кейін отанның түкпір-түкпіріне тарап кетті. Олар өздерін парасатты кеңес азаматы етіп көрсетеді. Олардың саны 100-деген, мыңдаған. Барлығын ұстап, әшкерелеп, лайықты жазасын алуын қамтамасыз ету керек. Олар кейін осы әйел сияқты көздерін жыпылықтатып отырады. Және бәрі дерлік кінәсіз болып көрінеді. Санаулы ғана адамдар өздерінің ішкі болмысын жасырмай, кеңес үкіметіне қарата ызаларын шашады. Қалғандары осы әйел, Антонина Свиридова сияқты, өздеріне қой терісін жамылған. Бұл әйел соғыс кезінде Красный Октябрь зауытында еңбек еткен кеңестік колхозшы. Ключевкадан келіп түскен баяндамаға сенсек,
Бұл әйел егер диверсант деп айтпасақ, мұқият жасырылған фашистік көмекші. Фашистер оған аңыз ойлап тауып, оны іздегендей түр көрсетіп әуреленген. Оның үстіне, ол кез келген жерге емес, қорғаныс зауытына жұмысқа орналасты. Зауыт директоры Свиридовадан ешқандай жамандық байқамаған, оған тамаша мінездеме жазып берген. Бірақ басқа адамдар да болды. Мысалы, жатақханадағы көршісі Свиридованың күдікті еркектермен кездескенін көрген. Тіпті Свиридованың соғыстан оралған күйеуі де оған сенімсіз еді. Бұл көп нәрсені айқындады. Майдангер әйеліне күмәнмен қарап, оны сенімсіз деп санады. Свиридова зауытта фашистерге қажетті мәліметтерді жинап, оларды базардағы байланысшыларға бергені анық. Ал қазір ол отырып алып, азық-түлік карточкалары, үгінді қосылған нан туралы бірдеңе деп маңырап отыр. Майор Чеботарев ондайлардың талайын әшкерелеген. Жаумен ары қарай ойнауды доғаруды ұйғарған ол, бар күшімен жұдырығымен үстелді ұрды. Көзін бақырайтып, бірден тартымдылығын жоғалтты. Өтірікті доғар, Свиридова. Немістерге байланысшы арқылы қандай мәліметтер бергеніңді айт. Зауыт директорының сеніміне кіріп, оның кабинетіне қалай кіргеніңді және құжаттарды қалай ұрлағаныңды айт. Әлде оларды көшіріп алдың ба? Деп барынша айқайлады. Тоня соңғы сөздеріне тұншығып қалды. Соққы алғандай сілкініп, орындықтың арқалығына жабысты. Майордың кенеттен шыққан айқайы мен лезде өзгерген жүзі оған қорқынышты еді. Оның 1 минут бұрын өткір көрінген болат түстес көздері қатыгез, өте қатыгез болып шықты. Майор бір сәтте үстелді айналып өтіп, әйелдің қасына жетіп келіп, орамалының астындағы шашын ұстап жұлқыды. Антонинаның түнде үйге оралмағанын Андрей таңертең ауысымнан оралғанда ғана білді. Жатақхана бөлмесінің есігінің жанында оны жылаған Лиза күтіп тұрды. Анам жоқ, ол кешке зауыттан келмеді. Мен ол жаққа жүгіріп барғам. Өткізу бекетінде оның уақытында шыққанын айтты. Қалайша? Жоқ дейсің бе? Деп Андрей абдырап қалды. Антонина оралмай қалуы мүмкін емес. Милицияға бару керек шығар. Әкем рұқсат бермеді. Лизаға әкем деген сөзді айту қиын болды. Соғыс жылдарында бұл сөзден жатсынған еді. Әрі туған әкесі де тым алыстай бергендей көрінді. Өгей шешесі зауытта болған кезде, ол Лизадан Ключевкада не болғанын сұрап, бәрін білгісі келді. Орманда қалай қашқандарын барлық егжей-тегжеймен айтып беруін талап етті. Және үнемі қабағын түйіп отырды. Әкесіне Лизаның айтқандары ұнамағандай болды. Ал сен қателеспейсің бе? Мүмкін саған солай көрінген шығар. Фашист тірі болған шығар, деп ол жиі қайталап сұрады. Әкесіне Лизаның жауаптары ұнамады, ал Лизаға оның сұрақтары ұнамады. Анасы жұмыстан кейін үйге оралмағанда, әкесі тіпті оғаш әрекет етті. Лизаға жүгіріп іздеуге тыйым салды, зауытқа да жібермеді. Бірақ Лиза рұқсатсыз қашып кетті. Әкесі милицияға да бармады, күту керек деді. Лиза нені күту керектігін түсінбеді. Ол тек қана Андрей ағаның зауыттан оралғанын күтті. Ол анасының жоғалып кеткенін білсе, оның мұншалықты сабырлы болмайтынын білді. Андрей шынымен де қатты алаңдады. Қалай сонда? Мен Тоняның қайда кетуі мүмкін екенін түсінбедім. Және сенің әкең неге? Андрей кенеттен сөзін тоқтатты. Жүзі өзгеріп кетті. Лиза, сен Степканы дәлізге шығара аласың ба? Әкеңмен оңаша сөйлесуім керек. Лиза келіскендей басын изеді. Бөлменің есігінен сығалап інісін шақырды. Ал Андрей болса, бөлмеге кіріп есікті сыртынан мықтап жапты. Дегенмен Лиза ер адамдардың қатты дауыспен сөйлесіп ұрысқанын естіді. Сосын тұйық соққы естіліп, Андрей жалғыз қолын жұдырыққа жұмып, бөлмеден атып шықты. Бөлмеде әкесі алақанымен көзін басып отырды. Андрей аға әкемді ұрды ма? Не үшін? Деп Степка көзін жыпылықтатты. Лиза да не үшін екенін білгісі келді. Неге екені оған әкесі сол сәтте жағымсыз болып көрінді. Ол анасының қайда екенін білетінін сезді. Андрей өз бөлмесіне кіріп, жұдырығын ашты. Саусақтары ширыққандықтан дірілдеп тұрды. Гриша сабақ оқыған үстелдің жәшігінен Андрей темір қобдишаны шығарды. Бұрын бұл қобдиша ашылғанда әдемі әуен ойнайтын. Оны Гришаға
балалар үйінің директоры сыйлаған еді. Қазір механизмі бұзылған, ал Андрей Қобдишада ордені мен медальдарын сақтап жүрді. Олармен мақтануды, көрсетуді ұнатпайтын, бірақ қазір олар өте қажет. Андрей Антонинаны іздегенде олардың бәрін тағып барады. Сол адамдар алдында кім тұрғанын көруі керек. Бүкіл соғысты адал өткен кеңес сарбазы.